Физика заңдарының бақылауынан тыс әлемдегі 15 ерекше мүсін жайында білетін боласыз. Мүсін бейнелеу өнерінің бір түрі. Сіз бүгін әлемде және тіпті физика заңдарында қолданылмайтын таңғажайып мүсіндерді танитын боласыз. 15-ші орында Али және Нино, Грузия. Батуми курорттық қаласының жағасында орналасқан Али және Нино мүсіні шекаралар мен алаулаушылықтың және алтын махаббаттың символына айналды. Суретші мен сәулетші футурист шедевр жасауына Тамару Квеситадзе авторлығы Азербайжан жазушысы Курбан Саидқа тиесілі романға шабыт берді. Кітап азербайжандық мұсылман Алихан Шарваншир мен христиан әйелі грузин ханшайымы Нино Капианидің қайғылы тағдырына арналған. Әсерлі және әдемі оқиға әртүрлі мәдениеттер қақтығысы мен махаббаттың өлместігі туралы баяндайды. Ғашықтар бір болу үшін көптеген сынақтардан өтті, бірақ ақыр соңында олардың жағдайы қалау мен бөлінуге мәжбүр болды. 7 метрлік мүсін әр кеш сайын Али мен Нино фигураларының бір-біріне қарай баяу жылжып, 10 минут сайын позицияларын өзгертетіндігімен ерекшеленеді. Олар кездесіп, бір бүтінге біріктірілгенге дейін, осыдан кейін қайтадан айналу процесі қайталанып отырады. Сонымен қатар бұл мүсін керемет кешкі уақыттарда түстермен жарқырап көрініп тұрады. 14-ші орында Ванна, Германия. Гауфсбургтегі Айстер көлінің ішкі бөлігінде тұрғызылған бұл мүсінге бір қарағанда оның не себепті осылай аталғандығы түсінікті болады. Неміс матростарының ваннаға шомылып жатқан әйелдің басы мен тізесін бейнелетін алып көбік. Серафамадан жасалған батыр таң қалдырады. Бұл қызықты мүсіннің авторы Оливер Босс. Ескерткіштің ең көрнектісі оның мүшелері. Оның биіктігі 30 метр, ені 4 метр. Ханымның мөлшері сөзсіз әсерлі, ал әсерлі және сәл қорқынышты да болып келеді. 13-ші орында эволюция. Сандық өнердің тағы бір өкілі Чат Найт. Ол өзінің виртуалды мүсіндерін шындыққа жақын пейзаждарда орналастырады. 3D-дегі дарынды суретші мұны таң қаларлықтай жасайтыны соншалық қиялдағы бейнелер өмірге келгендей болып көрінеді. 12-ші орында су астындағы мүсіндер, Мексика. Атлантидадағы батып кеткен аралды табу көбінің арманы еді. Мұны британдық мүсінші және суретші Джейсон Тейлор жаңа су асты әлемін құру және оны көптеген тұрғындармен толықтыруға шешім қабылдайды. Әлемнің түпкіріндегі бүкіл су астындағы саябақтар мүсіншінің еңбегі. Джейсон Тейлордың осы экспонаттармен селфи жасау үшін сізге міндетті түрде аквалангтарды тапқаныңыз жөн болады деп кеңес береді. 11-ші орында жүгіруші Греция. Қою жасыл шыны кескіндерінен жасалған мүсіннің авторы Костас Варотас, грекше Дремос, Афинада орналасқан. Кез келген жағынан оны алып қарасаңыз да үнемі қозғалыста екендігін байқауға болады. Өздеріңіз білетіндей, Афина Олимпиада ойындарының атасы болып саналады, бірақ дәл осы жүгірушінің мүсіні Олимпиада Спиридоны Спирос Луизиананың құрметіне арналған. Осы алып мүсіннің жанынан өтіп бара жатқан адамдар одан шабыт алып, қалған жолға күш жинайтын көрінеді. Бұл композицияны бүкіл әлем білетіндіктен назар аудартады. Өзінің бірегейлігі мен материалдық та форма жағынан да күшті эмоциялар тудыратыны сөзсіз. 10-шы орында піл үшін тартылыс күшінің ерекшеліктері атты туынды, Франция. Бұл ғажайып мүсінді ойлап тапқан және жасаған Даниэль Фриман. Керемет туынды табиғи тастардан жасалған. Оның тұмсығы арқылы тепе-теңдікті сақтай алатын пілді бейнелеген. Ол әйгілі сарай Фонтейнде орналасқан. Оның арқасында бұл керемет мүсінді көруге жан-жақтан түрлі туристер мен көрермендер ағылып келеді. Осылайша оның күннен күнге танымалдылығы артады. Пілдің мүсіні бүкіл әлемді шарлап шыққан. 9-шы орында уақыттың еріксіздігі. Бұл мүсін виртуалды футуристік әлемде ғана бар және оны грек суретшісі мен мүсіншісі Адам Мартинакис жасаған. Оның сандық мүсіндері футуристік виртуалды өнер жанрында тек интернет немесе басып шығаруда көре аламыз. Қазіргі заманда өнер бұл мәнерлеудің жаңа тәсілдерін ашу үшін керек деп санайды. 8-ші орында төмендеу және өрлеу, Австралия.
Сиднейден аспанға баратын тікелей жол бар деп аталатын туынды. Аспанға баспалдақ мүсіншінің жұмысын туристер осылай атайды. Егер сіз оған белгілі бір қырынан қарасаңыз, бұл сізді бұлттан тыс жерлерге апаратын сияқты. Автордың өзі оның шығармаларында қарапайым төмендеу және өрлеу деп атайды. Бұл таңғажайып мүсінді Дэвид МакКрэкен Сидней қаласына орнатқан. 7-ші орында Порш фестивалі, Ұлыбритания. Джерри Юда шексіз кеңістікке асығатын өзіндік автомобильдер мүсіндерімен танымал. Сонымен қатар, жыл сайынғы Goodwood жылдамдығындағы фестиваль аясында ол автокөлік әлеміндегі ең танымал брендтермен жұмыс істей алды. Оның 35 метрлік өнер туындысы 3 спорттық машинаның аспанға көтереді. Форш әсерлі өнер туындысы спорттық машиналарды аспанға көтеретін болат жебелерге ұқсас 3 футуристік аққос бағанадан тұрады. 6-шы орында скрипкашының ескерткіші, Голландия. Әкімшілік пен музыкалық театр орналасқан әйгілі Амстердамдағы Стоппереде олар скрипкашының мүсінін орнатқанына еш өкінбейді және мәрмәр еденді де сындырған. Бұл таңғажайып мүсіннің авторы айтылмайды. Шындығында да автордың кім екені нағыз интрига болып тұр. 5-ші орында теңестіруші фигура, Дубай. Физика заңдарына толығымен қарсы тұратын тағы бір ерекше мүсін қоладан жасалған. Поляк шеберінің мүсіндері сияқты Джерри Кензере өздерінің ауырлық күші мен екпінді желдің әсерінен аударылып түспейтін бұл жұмбақ мүсінді тепе-теңдік мүсіні деп атайды. 4-ші орында Гауһар тастар, Австралия. Жаңа Зеландия шебері және мүсіншісі Нил Доусонның жұмысы. Бұл фото төңкерілмеген. Жаңа Зеландияда Нил Доусонның шынымен де ауада қалықтайтын мүсіндерімен танымал. Бұл мұндай эффект қалай тұрады деген сұраққа, эффект нәзік кабельдерді қолдану арқылы жасалады дейді. Сонымен де ол гравитацияға қарсы күш жұмсайды деп санайды. 3-ші орында соңғы кешкі ас, ақш. Мүсін Альберт Шукальскийдің Риолит елестер қаласында деп аталады. Бұл Леонардо да Винчидің фрескасын дағы автордың қайта оралу дегенді білдіреді. Ерекше мүсін Голдвелл ашық аспандағы мұражайының ерекше көрнекті орны болып табылады. Әйгілі өлім алқабының фонында фигуралар қараңғыда, әсіресе жарық пен іштен жарықтандырылғанда көзге ерекше жұмбақ болып көрінеді. Сондықтан туристер кешкі уақытта мұражайға соңғы кешкі астың жұмбақ және жұмбақ көріністерін тамашалау үшін арнайы келеді. 2-ші орында Карма, ақш. Мүсіннің авторы кореялық До Хо Су. Мүсін биіктігі небәрі 7 метр, бірақ ол шексіз сияқты көрінеді. Шындығында да 98 фигурадан тұратын болаттан жасалған мүсін. 1-ші орында ғажайып ел, Канада. Бұл мүсінді ең ерекше деп айтуға болады. Мүсіннің авторы испандық қыз Хайме Пленсе. Ажурлы дизайн өзінің әсерлі көлеміне қарамастан адам өмірінің нәзіктігін бейнелейтін эфирлік, жеңіл және салмақсыз көрінеді. Дененің қалған бөліктерінің болмауы автордың айтуы бойынша бүкіл адамзат пен оның әлеуметін бейнелейді. Бұл армандар құруға және қиялыңызды нақты өмірге аударуға мүмкіндік береді. Тіпті мөлдір сетка торы де кездейсоқ емес. Бұл ғажайыптар әлемі ел мен мұнай мен газ корпорациялары орналасқан заманауи зәулім ғимаратты жалғайтын көпірдің бір түрі. Нәтижесінде шедевр өнерді сәулет пен қоғамды байланыстыратын жіп. Видео ұнаса, пікіріңізді қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.